Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге телефон номерін ауыстырған жағдайда оны базаға қалай тіркейміз. Ол үшін ең бірінші номерді сатып алған жерге өзіңіздің иініңізге тіркеуіңіз қажет. Мысалы актив па, активтің өзіне центріне тіркелуі қажет. Өзіңіздің иініңізбен номеріңіз өзіңізге тіркелуі қажет. Содан кейін барып сіз базада егер тіркелмей жатырса, бұрын операторға звондап тіркейтін едік. Қазір осы кез келген телефон арқылы болсын, ноутбук арқылы болсын, egov.kz деген сайтқа кіреміз. Осы жерде ең бірінші бетінде регистрация абонентского номера дегенде, осы жерде осыны басамыз. Заказать услуги онлайн дейміз. Осы жерге өзіңіздің иініңізді тересіз. Бұған ешқандай әдіспінің қажеті жоқ. Бұрын тіркелген сіз вы уже зарегистрирован в базе мобильных граждан. Сіз осындай номермен тіркеліп тұрсыз дейді. Егер өзгертетін болсаңыз дейді, сіздің атыңызға тіркелген осындай номерлер шығып тұрады. Егер осындай номерлер шығып тұрмаған болса, онда сол тіркейін деп тұрған номеріңізді бірінші абонент центрға тіркеп алуыңыз керек. Мысалы Билайн номеріңіз бар, Билайн центрге барып тіркеуіңіз керек. Или телефон арқылы тіркейсіз. Содан кейін барып осы базаға тіркейтін боласыз, новыйдан алған номеріңізді. Мысалы, мына номеріңіз жоғалып қалған, бұрын тіркелген номеріңіз. Енді жаңа номеріңіз тіркеу үшін соңғы номері қайсы, соны осы жерден тауып аласыз да, соны үстінен басасыз. Және соған код баратын болады. Сол кодты жазғаннан кейін вы уже зарегистрирован база данных деп мына жерге успешно деп шығатын болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап кетуіңізді сұраймын. Рахмет.